Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгін 6-шы сыныптың қазақ тілінен 4-ші тоқсанға арналған 2-ші БЖП тақырыбын талдаймыз. Тақырыбы ғылым мен технология жетістіктері бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Екінші нұсқаны талқылаймыз. Достар, осы видеоны соңына дейін көріп, біздің каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Оқудың мақсаты: коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу. Эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу, келіспеу себептерін айқын көрсетіп, эссе жазу. Бағалау критерийі: білім алушы коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалогке қатысып, ойын анық жеткізеді. Эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу, келіспеу себептерін айқын көрсетіп, эссе жазады. Ойлау дағдысының деңгейлері: қолдану, жоғары деңгей дағдылары. Орындауға берілетін уақыт 15-20 минут. Тапсырма: бізде 2 тапсырма болады. Бірінші тапсырма: коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, ойыңызды анық жеткізіп, жұбыңызбен диалогқа түсіңіз дейді. Яғни бұл жерде әркім өзінің жанында отырған оқушымен, яғни сыныптасымен бірге диалогқа түседі, яғни ойын анық жеткізеді. Біз бұл жерде тек қана термин сөздерді жазып шығамыз. Мәтіннің тақырыбы Википедияның өміршеңдігі дейді. Адам баласы бұрын соңды болмаған ғаламат жетістіктерге қол жеткізіп, жақсыға да, жаманға да арқау еткен тарихтағы ең айтулы кезең 21 ғасыр болды. Соның бірде бірегейі жасанды интеллект. Әр мемлекет жасанды интеллектіні өз тілінде сөйлетуге тырысуда. Себебі, болашақта есептеу қуаты мықты компьютерлер ғана тілді сақтау және оны дамытумен тиімді айналыса алады. Сол себепті дамыған елдерде компьютерлік лингвистикаға жете назар аударылып, осы саланы дамытуға қыруар қаражат бөлінуде. Қазіргі таңда кез келген сандық үлгідегі мәтінді жасанды адам дауысымен дыбыстау технологиясы кеңінен қолданысқа енуде. Аталмыш технологияны зағип жандарға және тіл үйренуші азаматтарға таптырмас құрал. Бірақ аталмыш технология қазақ тілінде қолжетімді емес. Бұл тек маңызды деген технологиялық шешімдер ғана. Бұдан өзге эволюциялық емес, революциялық жолмен дамып келе жатқан көптеген технологиялар да бар. Осы орайда мемлекеттік тіл саясатын жүргізіп жатқан органдар мен тіл білімімен шұғылданушы мекемелер аталған технологиялардың дамуын жіті бақылап, ескеріп отыруы керек. Қазақ тілінің алдында тұрған ең өзекті мәселелердің бірі қазақ тілін технологияларымен жақындастыру. Себебі болашақта бізді қоршаған барлық дүниелер технологиялармен тығыз байланысты болмақ. Өздігінен жүретін көліктер мен ұшақтар, ақылды үйлер мен басқа да озық технологиялардың көбі дауыспен басқарылады деп болжанып отыр. Айта кетерлік жайт, 2011 жылы біз ғаламдық Википедия энциклопедиясының қазақ тіліндегі тарауын дамыту жобасын бастаған кезде, кейбір сарапшылар орыс және ағылшын тіліндегі Википедиялар жақсы дамыған. Интернеттен ешкімде қазақ тілінде ақпарат іздемейді. Қазақ тіліндегі Википедияны дамытып қайтесіңдер деген болатын. Жоба басталған кезде мақалалар саны 10 000 төңірегінде болатын. Бұл кезде ай сайын оқылатын беттердің саны 400 000 шамасында. Ал 2014 жылы мәліметтерге сүйенетін болсақ, мақала саны 200 000-нан асып, ай сайын қазақ тілінде оқылатын Википедияның беттерінің саны 14 миллионға жетті. Бұл интернеттегі қазақ тіліндегі материалдарға деген сұраныс бар екендігін дәлелдейді және қазақ тілін технологиямен достастыруға болатынын көрсетеді. Егер біз мемлекеттік тілден өміршеңдігін қамтамасыз етіп, оның кең қолданысқа енуін қаласақ,
онда бар күшімізді тіл мен технологияны кешенді түрде достастыруға жұмсауымыз керек. Сонда ғана қазақстандықтардың интернет желісінде ойнайтындығын дәлелі болады. Бұл жерде біз бірінші тапсырмада коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестерді, терминдерді жазуымыз қажет. Бұл жерде бізде термин сөздер жасанды интеллект, лингвистика, компьютер, технология, эволюция, революция, озық технология, Википедия, энциклопедия, сарапшы, интернет, материал, мақала. Осы сөздер бар. Екінші тапсырма, бұл бізде есте жазу болатын, адамның қызметін технология атқара ала ма дейді. Яғни, тақырыбында абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша тақырыптан ауытқымай көрсетіп, келіспеу эссесін жазыңыз. Яғни, технология дегеніміз роботтарда болады. Әлемде сәт сайын бір жаңалық ашылып жатыр. Ғалымдар ғажайып мүмкіндіктерге қол жеткізу жолында аянбай еңбек етуде. Адам өмірін жеңілдететін роботтар осыған дәлел. Бүгінде роботтар адам атқаратын кез келген қызметті айна қатесіз орындай алады. Үй жинап, егде кісілерге немесе балаларға күтуші болып, сатушы болып, сатып алушылардың сұрағына жауап бере алатын роботтар, робот мұғалімдер осы заманғы ғылымның басты технологиясы, тенденциясы. Әлем бойынша алдағы 10 жылдықта еңбекке жарамды жастардың 40%-ына ғана жұмыс бұйырмақ. Демек, технология дамыған дәуірде тиісті мамандарды темір адам алмастырады деген сөз бар. Халқы көп Қытайдың өзінде 70%-нан астам жұмыс орнының қысқартылу қаупі бар. Бүгінде роботтар Apple өнімдерін шығаратын кәсіп орындарын 60 000 қызметкерін жұмыссыз қалдырған. Ал Amazon компаниясы кассасы супермаркеттер желісін ашуда. Бұл аз уақытта роботтандыруға сұрана аяқ басатынымызды аңғартатындай. Роботтар көтерілісі кітабының авторы Мартин Форд журналистің функцияларын роботтар толықтай игере алмайтынын айтады. Дегенмен, бәсекеге қабілетсіз журналистер робот журналистерге орын беріп жұмыстан шыға бастайтымыз. Жалпы қауіп журналистерге ғана емес. Міне осындай роботтар адамды алмастыра ма деген сауал сананы тұмшалайды. Сенгім келмейді, бірақ роботқа, технологияға тәуелділікті сезіне бастадық. Бағалау парағына келетін болсақ, бізде бар жоғы 3 тапсырма берілген. Бірінші тапсырмада ресми сөздер мен тіркестерді дұрыс тапқан жағдайда сіздерге 3 балл беріледі. Екінші тапсырма бұл жерде адамның қызметін технология атқара ала ма деген тақырыпқа эссе жазу берілген. Осы тапсырмаға барлығын анық жазып эссе жазатын болсаңыздар, сіздерге 5 балл беріледі. Барлығы 8 балл беріледі. Достар, осымен біздің БЖБ талдауымыз аяқталды. Алдағы уақытта ТЖБ тапсырмалары шығып отырады. Алдағы БЖБ ТЖ тапсырмаларын ойдағыдай аяқтап, сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар. Сау болыңыздар.